Ассалаумағалейкум. Бүгінгі бізде сабақта біз assimilate сөзін өтетін боламыз. Assimilate. Бұл дегеніміз жалпы assimilate бір нәрсемен араласу, сол нәрсенің арасына сіңіп кету, немесе сол нәрсемен қосылып кету. Бұл көбінесе мәдениеттерге, немесе халыққа деген сияқты осындай, немесе социологияда деген сияқты осындай контексттерде, осындай салаларда қолданылатын сөз негізінен. Мысал үшін міне absorb, яғни сіңісіп кету. Мысалы үшін бізге не айтсақ болады? It took him years to assimilate into a new culture. Яғни жаңа культураға, жаңа мәдениетке сіңісіп кету үшін оған бірнеше жылдар кетті, я? Міне солай болып тұр. The students quickly assimilated as a new information. Яғни студенттер жаңа ақпаратты тез сіңірді. Тез сіңірді, тез қабылдады, тез сонымен үйренісіп кетті деген сөз. Яғни quickly assimilated бұның айырмашылығы, студенттер теңіз сол информацияға үйреніп, соны түсініп алды деген сөз. Яғни бір сөз айтқанда сіңісіп кетті. Immigrants often face challenges while trying to assimilate into a new society. Immigrants, яғни басқа мемлекеттен көшпеген адамдар көбінесе осындай ассимиляциямен қиыншылықтарға, яғни сіңісіп кетуде қиыншылықтарға тап болады. Яғни жаңа бір қоғамға, жаңа бір ортаға қосылып кете алмайды. Яғни сол бірнеше қиындықтармен кездеседі дейді, face challenges. The body assimilates nutrients from food. Бұл жер не дейді? Ағза тамақтан алынған қоректік заттарды сіңіреді. Яғни бұл жерден сіңіреді деген сөзді келтіріп тұр. Жақсы, енді біз осы сөздің шығу тегіне қарайық. Assimilate comes from the Latin word assimilare. Яғни не дейді? Бұл латын тілінен енген сөз екен. Яғни make similar, ұқсас жасау, ұқсас болу, яғни ұқсастық жасау. To bring into likeness, яғни бір нәрсеге ұқсайтындай ету, яғни сол нәрсені ұқсайтындай қылу. So, латын тілінде бұл не? Ұқсас ету, сіңіру дегенді білдіреді екен, я. Білеміз, absorb бұл сіңіру, яғни бір absorb көбінесе суды көйлек сіңіріп алады ғой. Сол кезде қолдануға болады. Мысалы, that clothes absorbed the water десек болады. Яғни мына көйлек суды сіңіріп алды. Integrate, incorporate, adapt, бейімделу. Adapt сөзде өте қатты қолданылады. Яғни жаңағы айтып кеткендей, immigrants adapted to with the new society. Яғни иммигранты жаңа қоғамға адаптация жасады, яғни оған сіңісіп кетті. Немесе жаңағыдай мынау assimilate сөзін қойсаңыз болады. Separate, бөлу, reject, қабылдамау, яғни сіңісе алмау, қабылдамау, reject, яғни оны қабылдамау. Exclude, шығарып тастау, я? Исключить, separate, бөлу. Я, міне антонимдер осы. Жалпы енді қорытындылай келсек, assimilate сөзі бір нәрсеге сіңіп кету, бір ортаға, немесе бір нәрсеге сіңісіп кету, соның бір бөлігі болу, яғни бөлігі емес, сонымен сіңісіп, соған үйренісіп, сол нәрсенің сол нәрсеге сіңісіп кету, я, соның біреу болу десек те болады. Ал жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.